біздің кукурузный чай мен алоэ капсуладан тағы бір шынайы отзыв. Өзіңізді таныстырып айта кетіңіз. Мен уже TikTokта жүрмін, мен уже бәрі таныса қалған шығар. 13 декабрьдан бастап мен осы екеуін іштім. 96 килограмм едім. Қазір уже 75 болып қалдым. Мұны менің фигурам. Қолымда, екі аяғымда экзема бар еді. Экземам кетті. Экземам 27 жыл болған, бала кезімнен бар еді. Бармаған больницам, жатпаған жаңағы ем нелерім жоқ. Бәрін қолданып көрдім, кеткен жоқ. Мен алоэ. Значит, анау ішкі құрылысты қанды тазалап тұр ғой, иә? Ішкі құрт деп айтты врачтар. Мен бауырды. осында келгенде бірінші мен осы жаққа сіңлім алып келді. Залина деген сіңлім Москвада. Сіңліме рахмет, Гриневке рахмет. Мен алоэді іштім, 2 мезгіл азаннан кеш. Жүгері чайды 3 мезгіл іштім, ыстықта іштім. Темір чайникте заварить етесің. Ішінен біреуіне, бұл 30 штук, 30 күнге бір айға жетеді, бір күш леченияға. Азанда біреуіне заварить етіп, темір чайникте. Азанда бір, тамақпен бірге кружкамен чай ішесің, чайдың орнына. Обедте тамақпен бірге, ужинда тоже тамақпен бірге осыны іштім. Мынаны азаннан кешке іштім. Менің ішімде енді не білмеймін, тамақ ішпей қалдым, аппетит жүгерін басып қойды ғой. Бірақ туалетке жүгірдім енді. Білмеймін, ол қаяқтан шықты, мен түсінбеймін. Күнімен тамақта онша жемеймін. Қыздар, бізде хит болып жатқан очкимен Айсұлу ханым өзінің результатымен бөліседі. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Мен очкиді бірінші таққан кезде дым көрген жоқпын. Менің көзімнің размері -6. Көзім жақсы көрген жоқ менің. Пластмасс киіп алған сияқты болдым. Айбей өтірік екен ғой деп шешіп тастадым. Екінші біраз уақыт жүріп келген кезінде нерв әсер етті менің. Бір нәрсе бір анық көрінеді, біресе көрінбей қалады. В общем, нерв әсер етті. Ашуланып шешіп қойдым. Біраз уақыттан кейін тақтым. Посуда жуып жүрсем, телевизорға қарасам, телевизорды анық көре бастадым. Кейін телефон ұстадым. Телефонда былай көрсем, анық көрем. Уже бара телефоным ұзай бастады, уже телефонда да анық көрдім. Қазір мен вообще оптиканың очкиін таққым келмейді. Көзмен очки тастамайды. Енді осы айттыңыз, осы очкиді киіп жүріп, зрением жақсарды, иә? Зрением жақсарды, иә. Қазір мысалға мен очкиді шешіп тастап, нормально үйімде кухням тазалап жүре берем. Мен алдым без очков не могу. Еш нәрсені тазалай алмалғам мен. И сосын мына очкимен қазір осы уақытта телефон көрінді. Ертесіне дәл осы уақытқа дейін телефон көрсем, көзім шаршамайды, асты ісіп тұрмайды. Рахмет бөліскеніңізге, Алла разы болсын. Саусақтарына да жоқ. Болды. Жұдырықта. Болды. Қолың бүйтіп қойсай, болды. Бұл Greenleaf корпорациясындағы өте керемет шампуньіміз 1 килограммдық семейный шампунь. Үйдегі барлық адам қолдануға жетеді. Бұл Кари жапонский бренд. Гүлдермен әдемі хош иісі бар, ұзаққа жетеді, прям экономны. Кішкене ғана қоссаңыз, соның өзі прям күшті көпіреді. И ішінде бальзамымен 2 в 1 қолданасыздар. Шампуни и бальзамы, шаштарыңыз жұмсақ болады. Одан кейін қайызғаққа қарсы, шаштарыңызға объем береді. И кімде педикулез проблема болса, шашта сірке болса, вот соны емдейтін қасиеті бар, емдік шөптерден жасалынған. Бағасы да өте қолжетімді. Қолданыңыздар, нәтижесін көріңіздер.